Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қазақстанова Аязжан. Бүгін мен сіздерді өзімнің жобаммен таныстыра өткім келеді. Жоба жетекшім Инажова Жайна. Жобаның тақырыбы эко-асхана, атауы экогрин. Тұрақты тамақтану, экологиялық таза асхана концепциясы. Эко-асхана дегеніміз бұл тұрақты және де экологиялық таза асхана концепциясына сүйенетін қоғамды тұрақты түрде тамақтандыру ұйымы. Жобаның басты мақсаты бұл тұтынушыларға тек дәмді ғана емес, сонымен қатар пайдалы тағамдарды ұсынып, саналы және де жауапты тұтынуды ынталандыру, сонымен қатар экологиялық таза асхана принциптер мен әдістерін енгізу арқылы тұрақты тамақтану өмір салтын қалыптастыру және де осының қоғамдағы маңызы мен рөлін анықтау. Жобамыздың міндеттеріне келетін болсақ, жобаның басты міндеті бұл тұрақты даму концепциясын таныстыру, сонымен қатар экологиялық таза өнімдер мен материалдар, сонымен қатар тағамдарды пайдалану және де осылайша қоғамдық сананы көтеру. Болашақта осы жобаны қолға алған жағдайда біз біршама жетістіктерге жетеміз. Яғни ол сапалы өмір сүру, сау тамақтану, таза орта және де экологиялық таза өнімдерді пайдалану арқылы жылдық қоқыс шығару мөлшерін азайту. Жоба барысында Canva бизнес моделіне жүгінген болатынбыз. Біздің басты құндылықтарымыз бұл эко-асхана, эко-өнім, экологиялық таза материалдар мен құралдар, сонымен қатар энергияны үнемдейтін технологиялар. Келесі блок тұтынушылар танымдары. Осы біз өзіміздің аудиториямызды анықтау барысында оны 4 топқа бөлдік, яғни өмір сүру салтына байланысты 4 топқа бөлдік. Біріншісі дұрыс тамақтанатындар, екіншісі спортпен айналысатындар, үшіншісі артық салмақтан арылғысы келетіндер, төртіншісі керісінше салмақ қосқысы келетіндер. Үшінші блок өзара әрекеттесу арналары. Бұл блокта біз жалпы біздің клиенттеріміз қандай арналардан біздің құндылықтарымызды алғысы келетінін білу керек. Төртінші блок клиенттермен қарым-қатынас. Бесінші блок кіріс ағыны. Міне бізде осындай жасыл мәзір бар. Осы мәзірден бөлек бізде басқа да кіріс ағыны, бұл дұрыс тамақтану курсы. Алтыншы блок негізгі ресурстар. Жетінші блок негізгі іс-әрекеттер, бәсекелестік. Біз жалпы бәсекелестікті осы Бурабай демалыс айлағынан іздегенбіз, бірақ та толығымен осы таза асхана концепциясына сәйкес келетін ешқандай ұйым табылмады. Көкшетау қаласынан таптық. Көкшетау қаласында Макалет деген кафеде осы таза асхана концепциясын ұсынады екен. Бұл кафенің администраторымен осындай интервью жүргіздік. Я являюсь управляющей эко-кофейни Макалата в городе Кокшетау. Откуда у вас возникла такая идея открытия эко-кофейни? Я на протяжении нескольких лет. 8-ші блок негізгі әріптестер. 9-ші блок шығындар құрылымы. Келесі осы жерде шығындар құрылымы, яғни бұл жерде біз қолданатын ыдыс-аяқтар, жалпы құралдар көрсетілген. Бұны Янскеді сайтынан іздеп тапқанбыз. Бұл ыдыс-аяқтар, яғни экологиялық таза, қоқысқа тастағанда ешқандай табиғатқа зиянын келтірмейді және де еріп кетеді. Міне, Бурабай мол және де Плаза сияқты сауда үйлерінен біз жалға алу орнын қараған болатынбыз.